Сіздің өліміңізге себеп бола алатын топ 8 сүйкімді жануарлар. Біз бәріміз жануарларды жақсы көреміз, күтіп қараймыз. Алайда абай болыңыз. Кейбір бұл сүйкімді жануарлар бізге айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Топ 8. Теңіз арыстаны. Бұл жануарлардың сүйкімді болғаны соншалықты, сіз олардан ешқандай қауіптенбеуіңіз мүмкін. Сондай-ақ олар күлімсірей де алады. Олар теңіздегі шабақтармен, түрлі балықтармен қоректенеді. Теңіз арыстаны тіпті император пингвинін оп-оңай жей алады. Осылайша олар іс жүзіне келгенде кез келген нәрсені жей алады деген сөз. Бұл жануарлар өмір сүретін мекенде шомылуға шешім қабылдамастан бұрын осы деректер туралы ескергеніңіз жөн. Топ 7. Панда. Панда туралы олар қауіпті әрі сүйкімсіз деп айтатын адам бар деуге сенбейміз. Бәріміз оны жақсы көреміз. Егер бұған келіспесеңіз, комментарийға пікіріңізді қалдырыңыз. Пандалар өте зиянсыз әрі қамқорсыз болып көрінеді. Тіпті әлемде татулық пен мейірімділік символына да айналып үлгерген. Олардың көзінің айналасындағы қара дақтары бөлек әңгіме. Олар өзіне тартады және оны құшақтап алғыңыз келуі мүмкін. Алайда, дұрысы сізге пандамен байланыспай-ақ қойғаныңыз жөн. Егер сіз кездейсоқ панданың мекендейтін жеріне барсаңыз, ол кішкене болса да сізден қауіптенсе, панда сізге ауыр жарақат келтіруі мүмкін. Панда өте сүйкімді болып көрінеді, бірақ олар өте күшті және олардың жақ сүйектері де өте бекем. Олар арқылы тістеп, сізге біраз зиян келтіре алады. Сонымен қатар олардың мекендейтін жерінен сізді қуып шығуы мүмкін. Олар қуған кезде сізді ұстап алуы анық. Өйткені сәті келсе, жақсы жүзе де, жүгіре де алады. Пандалар қаншалықты сүйкімді болмасын, бәрібір аюлар тұқымдасына жататынын естен шығармаңыз. Ал аюлар туралы біз не білеміз? Әрине дұрысы олардан ұзақырақ жүру. Мастер. Топ 6. Аққу. Аққулар бізге романтикалық көріністерді еске түсіреді. Олар өзіміз білетіндей махаббат символы. Ал біз әрқашанда махаббат туралы нені жақсы білеміз? Әрине, ол бізді жаралайды. Бұл тіршілік иесі қауіп сезген жағдайда сізді жарақаттай алады. Тіпті бұндай оқиғада болған. Аққу қайықта жүрген бір адамға шабуыл жасап, қайығымен бірге оны аударып тастаған. Суда жатқан адам жағалауға қарай шығуға әрекеттенгенде, аққу оның жолын бөгеп тастайды. Сондықтан аққуларды қоректендіруге қызықпай-ақ қойғаныңыз жөн. Топ 5. Тасманиялық шайтан. Біз бұл жануарды біздің сүйікті мультфильмдерімізден білеміз. Бір зер салып қараңызшы, ол көңілді әрі сүйкімді көрінеді. Сіз ешқашан оның қауіпті екендігіне күмән келтірмейсіз. Бірақ шындығында, ол тасманиялық шайтан атын бекерге алған жоқ. Ол өзінің кішкентай олжаларымен қоректенеді. Мысалға, жылан, балық, құстар, түрлі жәндіктер. Тасманиялық шайтан өзінің аштықтан сақтануы үшін алдын ала құйрығына май жинайды. Дәл мен сияқты екен. Олардың тістері өте күшті, тіпті сүйекті жаншып езіп тастауға қауқарлы. Тасманиялық шайтан түннің жануары. Бұл демек, олар түнде аңшылық жасайды. Оның иіс сезу қабілеті өте керемет. Сіз оны түнде көрмей, байқамай қалуыңыз мүмкін. Топ 4. Піл. Пілдерді үлкен және ең күшті жануар екендігіне қарамастан, біз қандай да себептермен оларды мейірімді және зиянсыз деп есептейміз. Ал шындығына келгенде біз олармен нашар қарым-қатынас жасаймыз. Дәл осы себептен соңғы жылдары көптен көп адамдардың өліміне пілдердің шабуылының себебінен орын алуда. Бұл олардың жоспарланған кек қайтару әрекеті екендігін көре аламыз. Оларға жасағаныңыздың бәрін есте сақтап қалады. Пілдер жылына 500-ден астам адамның өліміне себеп болуда. Сондықтан біз адамдар өзіміз жануарларға бекерден-бекер зиян жеткізбеуіміз қажет. Келісесіз бе? Топ 3. Фигу балығы. Бұл сұлу жануар әлемдегі ең улы балық болып саналады. Бәлкім сіз жапондықтар дәл сондай фигу деп аталатын тағамы туралы естіген боларсыз. Бұл тағамды жесеңіз сіздің өміріңіздегі ең соңғы ас болуы мүмкін.
Себебі бұл тағамды дайындайтын шеф-повардың балық турау барысында кішкене ғана қателікке бой алдырса, балықтың уы тарап кетуі мүмкін. Сонымен қатар бұл балықтың бауырында нейротоксин бар, яғни сіз білетін улардан 1000 есе артық. Сондықтан бұл тағамды жеп көргіңіз келсе, өте жақсы ресторанға барыңыз. Бірақ мен жеке өзім мұны сізге ұсынбаушы едім. Топ 2. Древолаз. Бақалардың ішінде өте әдемі және сүйкімді көрінеді. Бірақ бұл сыртқы көрініс алдамшы. Древолаздардың өте көп түрлері кездеседі. Сондай-ақ олар сары, аш жасыл, қызыл, көк және қара түсті түрлері бар. Ең қауіптісі алтын түстегі бақа. Егерде оған жай ғана ұстап көрсеңіз, қолыңызды тигізген сәтте-ақ ондаған ересек адамды өліміне себеп болатындай у таралады. Сондықтан табиғат заңын есте сақтағаныңыз жөн. Ең әдемісі, ең қауіптісі. Томпақ лори. Жай ғана көзіне қараңызшы. Бұдан асқан сүйкімдісі бар ма? Егерде дәл осы жануарды көргіңіз келсе, Индонезия аумағына баруыңызға тура келеді. Бірақ сізге алдын ала бір нәрсені біліп алған абзал. Ол өте улы жануардың бірі. Егерде ол сізді тістеп алатын болса, сізді түрлі өте қауіпті аурулар күтеді. Жалпы айтқанда, бұлардың бәрін сүйкімді монстрлар деп атауға болады. Ал сіз қандай да бір сүйкімді, бірақ өте қауіпті жануарлар туралы білесіз бе? Комментарийға қалдырыңыз.